Қызылорда облысының әкімі алғаш рет орталық коммуникациялар қызметінде баспасөз мәслихатын өткізді. Астанада аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы туралы баяндап, балық өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Қызылорда облысы еліміздегі барлық аудан орталықтары Батыс Қытай, Батыс Еуропа тас жолы мен республикалық темір жолды бойлай орналасқан жалғыз облыс. Қазіргі кезде Сыр өңірінде 837 мың халық тұрса, оның 340 мыңы Қызылорда қаласында тұрады. Нұрлыбек Нәлібаевтың айтуынша, облыс 2023 жылдың 4 айының қорытындысымен әлеуметтік экономикалық дамудың макро көрсеткіштері бойынша 10 динамикаға қол жеткізген. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 1,6%-ға, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 1,9%-ға, пайдалануға берілген тұрғын үйлер көлемі 2,4%, сауда көлемі 2,5%, инвестицияларды тарту 47,1% және құрылыс жұмыстарының көлемі 44%-ға артты. Бүгінде облыстың бюджеті 593 миллиард теңге. Бұл 2022 жылғы бюджетпен салыстырғанда 205 миллиард 700 миллион теңгеге, яғни 53%-ға артық. Бюджеттің 64 немесе 378,6 миллиард теңгесі әлеуметтік салаға бағытталған. Тартылған инвестиция көлемі 410 миллиард теңгеге жуық. Шыны зауыты жыл басынан бергі 4 айда 305 миллион текше метр шыны өндірді, деді Қызылорда облысының әкімі. Облыс әкімі Оңтүстік Корея мемлекетіне барған сапарындағы қол жеткізген нәтижелерінде тілге тиек етті. Атап айтсақ, 1 миллиард теңгеге Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде жасанды интеллект мектебін құру, күріш өсірудегі инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану, суды үнемдеу мен мониторингілеудің озық тәжірибелерін енгізу бойынша бірлесіп жұмыс істеу туралы келісім жасалған. Орталық коммуникациялар қызметінде облыста мемлекеттік бағдарламалар аясында ондаған әлеуметтік нысанның салынатындығы баяндалды. Алдағы уақытта 27 денсаулық сақтау нысаны, онкологиялық бөлімшесі бар 300 орындық көпбейінді аурухана, 200 орындық перинаталдық орталық, құны 100 миллиард теңгеден асатын 21 мектеп салынады. Биыл 10 мектептің құрылысы басталады. Сондай-ақ дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты мен Сырдарияның сол жағасында көп салалы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы басталады. Бұлардан бөлек биылдың өзінде пайдалануға берілетін нысандар құны 1,6 миллиард теңгелік неке сарайы тамыз айында, құны 3,7 миллиард теңгелік 1000 орындық өнер орталығы желтоқсан айында пайдалануға беріледі. Ал сол жағалауда құны 2,7 миллиард теңгелік қан орталығы 2024 жылы іске қосылады. Сыр бойы жанкүйерлерінің қуанышына орай, биыл Қайсар футбол командасының 7000 адамға арналған жаңа стадионы бой көтереді. Стадион құрылысының сапасына қатысты спорт журналисі Айбек Қабылшаның сауалына: қазір стадион жобасы мемлекеттік сараптамаға тапсырылған. Ол оң шешімін шығарғасын конкурс жарияланады. Заң бойынша мен ол шаруаға араласа алмаймын. Бірақ стадион салуды кім жеңіп алса да, оның сапасын қадағалаймыз. Ол өте сапалы әрі елге ұзақ жыл қызмет жасауы керек, деп жауап берді Нұрлыбек Нәлібаев. Баспасөз мәслихатында Қызылорда облысына туған азаматтардың туған жерін түлетіп, көркейтуге бар күш-жігерлерін салып жатқандығы айтылды. Мысалы, Болат Өтемұраттың демеушілігімен 15 миллиард теңгеге Қорқыт ата әуежайының жаңа терминалы, Марат Дүйсенбаевтың демеушілігімен құны 1,5 миллиард теңгелік анаға тағзым орталығының құрылысы жүргізілуде. Асқар Әубәкіровтің қолдауымен 1,5 миллиард теңгеге орталық алаң жаңғыртылатын болады. Қазгермания ұлттық компаниясымен келісім нәтижесінде Қызылорда қаласында 2 миллиард 500 миллион теңгеге заманауи үлгідегі оқушылар сарайының жобасы басталады. Балалар жылында аймақ демеушілері 1,6 миллиард теңгеге 80 спорт ойын алаңын салып, балдырғандардың игілігіне пайдалануға берген. Сәуір айында Қызылорданың Түркістан облысымен шектесетін тұсынан демеушілер есебінен құны 230 миллион теңге болатын облыстың кіреберіс қақпасы ашылған. Мамыр айынан бері демеушілердің қолдауымен 1 миллиард 100 миллион теңгеге облыс орталығындағы 50 үйдің қасбеті заманауи панельдермен қапталуда. Сондай-ақ демеушілер 1 миллиард теңгеге 20 көп қабатты тұрғын үйдің ауласын абаттандыруда, яғни заманауи спорт алаңдары, тротуарлар, жарық бағаналары жаңартылуда. Аймақ халқы атынан игі бастамаларға қолдау білдірген демеушілерге алғысымыз шексіз, деді Қызылорда облысының әкімі. Оқыған Азамат Абимолда, Қали Фердәулет, дайындаған Жасұлан Наурызәлі.